Армысыздар, құрметті қазақ елі. Міне, араға 12-13 жыл уақыт салып барып, Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданына қарасты Нұра ауылына тағы да атбасын бұрдық. Алғашқы Тұран ТВ телеарнасына жұмысқа келген уақытта бір сәтін салып осындай бір ерекше қызықты қыстың күні бүркітшілердің сайысы бола жатыр дегенді естіп, біз атқа қонған болатынбыз. Сөйтіп, бүркітшілер туралы алғашқы бір хабарым жасаған болатынмын. Міне араға мүшел жас салып барып, Нұра ауылына тағы да келген сәтіміз. Мұнда Мұхаммед Ақсақалдың отбасы тұрады. 3,5 мың халыққа жуық халқы бар, тұрғындары бар. Осында ауылдастары мүлік атап кеткен Ақсақалдың шаңырағында бүгінгі таңда күллі қазақты әлемге танытып жүрген бүркіттерді, қыран құстарды баптайтын, тазы иттерін баптайтын міне әулет. Солардың керемет өнері, солардың талайлар таңдай қақтырып тамаша бір сайыстыра қатысып, орын алып жүрген, жетістікке жетіп жүрген шаңырақтары. Осы шаңырақтың бүгінгі таңда бүркіттері жайлы, тазы иттері жайлы тағы да түсіретін боламыз. Сондай қызықты дүниелерді көрем десеңіздер, сондай тамаша бір қазақтың маңлайына біткен бір ерекше ғажап дәстүрімізді, салтымызды, ит баптауды, қыран құс баптауды көрем десеңіздер, солардың тыныс-тіршілігімен танысам десеңіздер, онда міндетті түрде Тұран ТВ телеарнасы қосулы болсын, немесе Нұра ауылына келіңіздер. Осында Исабековтердің әулеті сіздерді күтіп алу әрқашанда дайын. Міне шаңыраққа кіре берісте бізді әдемі қазақ үшін қастерлі қасиетті иттер, тазы иттер қарсы алып жатыр. Қараңыздар, қандай тамаша. Жатысының өзі қандай бір сүйкімді, керемет. Тұрқы, көрінісі. Бұл тазы деген иттің бір мағынасы, кейде мен өзімнің ойым пікірім, таза деген ит қой деймін негізі атауы. Өйткені бұл иттен басқа иттер сияқты иіс шықпайды. Қанша құшақтасаңыз да, алақанмен сыйпасаңыз да, жақындасаңыз да, ешқашан үстіңізден ит сасымайсыз. Міне сол себепті бұны таза деп қойған болу керек. Кейін тазы деп атаған шығар. Енді менің өз басым, өз пікірім, таза деген ит қой деймін. Тіпті ел жадында айтады, бұл иттің ұстаған аңдарын халал ретінде, адал тамақ ретінде қазақ атам пайдаланған екен. Қандай тамаша міне. Қараңыздар, сүйір тұмсық қандай тамаша. Міне керемет. Жүрісінің өзі, тұрқының өзі. Міне керіліп бізге қарай. Міне ерекше иттер деп осыны айтады. Ой, міне қандай тамаша. Ит бақсаң осылай бақ міне. Керемет. Çok жалко. Неше жасыңнан бастап айналыса бастадың? Тазыны енді ес білгелі бері атам Бәйетбай марқұм ұстады. Атамның босағасынан тазы кеткен емес. Атам дүниеден озғаннан кейін әкем жалғастырды. Енді әкемнің ізбасары болып біз жалғастырып жатырмыз. Аллаға шүкір, босағамыздан, әулетімізден тазы үзілген емес. Соны біз ары қарай мұрагер ретінде осы бабаларымыздан қалған тірескерткіштер деп атайды ғой енді. Қыран, бүркіт, құмай тазы, жүйрік ат. Сол Аллаға шүкір, осы қыран құстармен қатар осы тазыларды бірге дамытып жатырмыз. Шамамыз келгенше осыны ары қарай жалғастырып келе жатырмыз. Неге тазы төбет емес? Төбет те бір жақсы ит қой. Неге тазы бағып бастадың? Енді өзім тазыға қызыққаннан кейін осы тазыны қолға алдым. Тазыны жаңағы аңшылығы бар, бұның күтімі бар. Барлық жағынан осыны шама келгенше енді төбетті де дамытып атқан жігіттер бар, бірақ енді менің өзімнің мақсатым тазыны дамыту. Енді қазір сандарын қанша жылдар бойы қаншама тазылар келіп кетіп, қаншамасы мысалы сұрыптаудан өтіп жан-жаққа жіберілген кездерде болды. Ол енді саны есебін қазір мен нақты айтамайым. Қазіргі таңда осы міне 6 тазым бар. 6 тазыны осын ары қарай осылардан қазір бұны сұрыптаудағы тазылар ары қарай селекция дейді ғой енді орысша айтқан кезде. Қазақшасында сұрыптаудан өтіп жатқан тазылар бұны ары қарай да жұмыс жасау керек. Бұған бірталай еңбек керек, қаншама уақыт керек. Бұл 1 жылда, 2 жылда бола салатын әңгіме емес.
мынау көкжал деген тазымыз. Мына тазы қазір 5,5 жаста. Осы тазыдан мен міне мынау көкжал, мынау алғыр, мынау баласы. Міне мынау көкдауыл баласы. Міне мынау күшіктер осының баласы, мынау сары мен мынау көк. Мынау қара қызыл ол бөлек тұқымдар. Мынау өзіміздің Жетісу дейміз ғой, мысалы оңтүстіктің көк қасқасы деген сұрыптауды баяғы аталарымыз салған тазыларды ақырын сұрыптаудан өткізіп келе жатырмыз. Соны шығару мақсатымыз. Көк қасқалар. Міне мынау күшіктің маңдайында байқасаңыз қасқа бар. Мынау көкдауыл осы баласы көкжалдың. Қандай ғажап. Бүгінгі таңда бұлар аңшылыққа шығып жүр ме? Аңшылыққа 3 айынан бастап бұларды тәрбиелеп келе жатырмын. Қазір қарсақ, қоян, түлкі алып тұр. Иә, қазір бұлар дайын тұр, ауызданған. Бұлардың бәрін 3 айынан бастап үйретеміз ғой. Мына екі тазың неше жаста? Мынау 5,5 жаста. Мынау 3,5 жаста. Баласы мынау. Мынау енді бұл енді кішкене жасы да келіп қалды. Қазақстан бойынша мысалы әр өңірде, әр облыс, аудан, қала, ауылдарда қазір Аллаға шүкір тазы жақсы дамып жатыр. Жаңағы шырға тарту жарыстарына үнемі барып тұрамыз. Енді алыс жақтағы кейбір жарыстарға барамай қаламыз. Шаруалар мәселесі бойынша жаңа қолымыз босамай қалған кезде бұлай Астанаға дейін бардық, жарысқа қатыстық. Астанада Қазақстан бойынша жарысқа қатысып осы таз 2-ші орын алды. Қай жылдары? 2021. Шатаспасам, ұмытқамасам 2021-лерде осы. Аты алғыр ғой, а? Бұның аты көкжал. Көкжал. Иә, алғыр міне баласы, мынау көкдауыл баласы. Енді мына ұрғашы, мынау осы екеуі ялас. Мына ұрғашы мынаның қызы сол екеуі. Бір әкеден, бір шешеден шыққан ғой. Мына қара күшік басқа тұқым. Бұның да әке шешесі жаңағы чемпион тазылар. Қызыл бөлек тұқым. Енді қазір осыларды қарап отырмыз қазір. Осыларды аңға үйретеміз. Бұлардың күтімі бар, дәрі-дәрмегі бар. Бұған енді үнемі жаттығуда болу керек тазылар, үнемі. Күнде жаңағындай аттың артына алып шығу керек. Тренировкада болмаса бұл тазылар баса аңға жарамай қалады. Тазының бәрі қасқырға жаңағы шибөріге бәрі түсе бермейді. Бұның да ішінде алғырлары болады. Енді мысалы тазылардың да жаңағы қоян, қасқыр, түлкі деп бәрін ала беретмейді. Жаңа Қарағандының тазылары ірі жүректі жаңа қасқырға. Бұлар енді жаңағы елік, мысалға айтқанда елік, қоян, түлкі, қарсақ, шибөрі дейміз жаңағы. Соған түседі. Бұның да ішінде жүректілері қасқырға түседі. Бұл тазылардың да ішінде. Енді біздің қазіргі мақсатымыз осыларды бар дүниені осыны ары қарай дамытып, осының таза тұқымдарды сақтап қалу ары қарай көбейту мақсатымыз. Өзіңнің тазыларының ішінде қасқыр алғандары бар ма? Қасқырға мынау көкжалдың мынаның енді әкесінің әкелері қасқырға түскен. Мыналарды енді біз қазір қасқырға салып көрген емеспіз. Қасқырға салған жоқпыз әлі. Осы тазылар бағуда қандай кемшіліктер жібермеу керек? Тазы баққан кезде кемшіліктері болғанда енді жаңағы тәрбиесіне өте қатты мән беру керек. Соны жаттығуына қатты өте көңіл бөлмесе, ол тазы жаңағындай жаттығуы дұрыс емес болса, аңға жарамаса, ол тазы былайша айтқанда енді. Бір орында кейбіреулер алып шынжырға байлап тазыны қорғып тастайды ғой, енді сол кемшілік деп айтам. Одан кейін жаттығуы, күтімі айта берсе ары қарай көп қой кемшілік.
Бұларды үнемі жанағындай сылап, сыйпап, тамағына көңіл бөліп отыру керек. Дәрі-дәрмегі жанағы құрты бар, прививкалары бар, бәрін қарап отырса, тазы жақсы нәтиже көрсетеді. Күтімін жақсы жолға қою керек. Күтімін бірінші орында күтімі ғой. Әрине күтімі болмаса. Неше айлығынан бастап тәрбиеге көнеді, үйреткенге? 3 айынан бастап өзім тәжірибемде 3 айынан бастап тәрбиелеймін. 3 айынан бастап жетектеп, шынжыр мойнына жаңағыдай қарғы бауын салып, соны жетектеп, терілермен ойнатып, күнде жаңағы серуендетіп, соның бәрі айналып келгенде уақыт, еңбек талап етеді енді. Еңбек, көп еңбек керек. Мына төртеуінің қайсысы сен үшін өте бір құнды болады, бағалы болады, алғыры болатын қайсысы? Мен үшін Қайсыдан үміт күтіп отырсың? Мен бұлардың бәрінен үміт күтіп отырмын. Біреуін бөліп жарып айтамайым. Әр қайсының мен үшін өзінің орны бар. Бәрі өзім жаңағындай туылғаннан бастап өзім қарап келе жатқаннан кейін өзіме өз ыстық бұның, әр қайсысы ыстық. Біреуін бөліп жарып айтайын десем қазір бірінен бір өтіп тұр, Аллаға шүкір. Қандай дәрілер пайдаланасың, уколдар? Енді туылған кезде 1 айынан бастап шек құрттың дәрісін беруден басталады. Сосын қазіргі навивак дейміз, уколдар мультикан дейміз, сол уколдарды пайдаланамыз. Егер укол салмасаңыз, бұлар өтте жаңағындай иммунитеті, жаңағы чумка дейміз ғой, сол ауруларға қарсы тұрамайды бұлар. Жұқтырып алады да, сосын ол күшік аяқ жағы өкінішке қарай өледі. Егер біз уақытында ай сайын жаңағы уколдарын бәрін қадағалап отырғанның арқасында осылар аман келе жатыр. Қандай тамақпен бағасыңдар, не бересіңдер? Енді ет қайнатып береміз, жаңағындай тамақ арасында ет беріп отырмаса, бұлар етті қатты аңсайды, витаминнің бәрі етте. Ет беріп отырам, одан кейін жаңағындай қолдан тамақ қайнатып беріп отырам. Қайнатылған? Қайнатылған, иә. Неше мезгіл? Енді 2 мезгіл беру керек, бірақ аңшылық кездерінде мен тамақты кішкене тартам, азайтып беріп отырам. Бұларды да, мысалы, қатты тазы семіріп кетсе, өте семіз тазы жүгірамай қалады. Өте арық болып кетсе, әлсіз болып тағы да жүгірамай қалады. Соның бәрін қадағалап отырам өз. Күнделікті неше сағат дайындық жасайсың? Сағат болғанда әр кезде әр қалай, мысалы. Әйтеуір 1 мезгіл далаға серуенге бір шығып келу керек. Кейде болады, таңертең кетем, кешке кетем, кешке келем, кейде түсте келесің, әр кезде уақытыңа қарай шаруалар боқпаса, мысалы 1-2 сағатта қайтып айналып келуге болады. Бізде мынау нұраның қырқалары өте жаңағы бүркітпен тазыға өте қолайлы жер. Сол қырқаларға апарып салып келем, серуендетіп. Күшігін сатасың ба, сыйға бересің ба? Сыйға беретін кездерде болады. Енді оның көп күшіктерді жан-жақтан көбінесе сұраған кезде кейбіреулер ренжіп атады, күшік жетпей қалады. Енді өз айландырған, мысалы, көңіліме жақын деген 1-2 қаншық бар, енді соларды кейде жеткізе алмай қаласың, кейде сыйлайтын кездерде болады, ол әр кезде әрқалай болады. Ең қымбат сатқан күшігің? Енді оны қазір енді оны білмедім, оны қаншама күшіктер кетті ғой жан-жаққа, оны тура нақты мынандай баға деп. Өзіңнің ең қымбат алған күшігің? Мен күшік біреуден ешқашан сатып алған емеспін. Мен өзімнің жаңағы атамнан келе жатқанда әкем жалғастырды, жаңа айттым ғой, әкемнен қалған, әкем ұстаған тазыларды мен ары қарай соны жалғастырып келе жатырмын. Ой, қандай тамаша. Енді сол әкелеріміздің қаншама жылдық еңбектері тоқтап қалмасын, үзіліп қалмасын, осы ұлттық салт дәстүріміз, өнеріміз босағамыздан, жаңағы әулетімізден. Енді біздің әулетпен біздің шаңырақта ғана емес, бүткіл қазақтың борышы деп есептеймін. Әрбір қазақтың үйінде бір жүйрік ат, қыран, бүркіт, құмай тазы тұруға тиісті негізі.
Әрбір жетістікке жететін ер азаматтың артында әйелі тұрады дейді. Әйелің қалай қарайды осы ит тапқаныңа? Аллаға шүкір, өте жақсы жағынан. Осы маған кейбір кездерде көмектесіп отырады, өзінің де шаруасы бар қазір. Бірақ тазылар туылып, жаңағы дәрі-дәрмегі кішкентай кезіндегі ең бір ай, 2 ай соны қатты қадағалайтын уақыттарда қасымызда жаңағыдай көмекші ретінде қолдап әрқашан. Балаларың қалай? Балаларымызда енді осыны қазір ақырын ұлдарымды жаңағы тәрбиелеп келе жатырмын. Спорт жағынан, салт дәстүр жағынан шамамыз келгенше енді бұлар да қазір ер жетіп өсіп келе жатыр, Аллаға шүкір. Бұлар осы балаларымда ойнатып келеді, мысалы өздері аңға шығып келеді. Қазір осылар күшіктерді жетектеп үйретеді. Менен көрген нәрселерді олар да бұлжытпай орындап келе жатыр. Ой, тамаша, ғажап. Саған сәттілік. Отбасың аман болсын. Ұлдарың сол тәрбиеге көніп, керемет осыған қызығып, сенің ізіңді жалғастырсын. Атасының ізін жалғастырсын. Рахмет, керемет. Аумин, рахмет, айтқаныңыз келсін. Көптеген сұрақтар болып туындап жүреді көптен бері. Сол сұрақтарға бір толыққан жауаптар алдық қой деп өзім есептеймін. Аумин, өздеріңізге де сәттілік, рахмет. Келіп сұхбат алғандарыңызға үлкен алғыс. Керемет бір жарыстарда бір жақсы жетістіктерге жетіп, осы Мұхаммед Ақсақалдың ұрпақтары, балалары, сол кісінің балаларының баптап жатқан тазылары, қыран бүркіттері бір керемет жетістікке жетіп жатыр дегенді көбірек ести берейік. Өзіңе. Аумин, аумин, рахмет. Заманында ата-бабаларымыз керемет құмай тазылар үшін керемет аңшылықта өздерінің өнерін паш ете білген, қасқырға шапқан тазылардың бір күшігін алу үшін үйір-үйір жылқы берген деседі. Тіпті ат басындай алтында беріп жатқан, солай бағалаған. Міне бүгінгі таңда сондай ғажап, керемет, ерекше қазақтың маңлайына біткен жеті қазынаның бірі тазы иттері міне осылай бапталып жатқан жайы бар. Исабековтердің әулетіне келсеңіз, осы тазы иттерінің бапталуын, осы тазы иттердің күтімін, тәрбиеленуін, жаттығуын барлығын көріп тамашалайтын боласыздар. Бізде ішкі туризмде көрсететін дүние көп. Табиғаттан бөлек осындай ғажап адамдар, ерекше маман иелері міне таңдай қақтыратын, таңғажайып дүниелерді көрсететін отбасылар, шаңырақтар бар. Біз ішкі туризмде елімізге келіп жатқан шетелдіктерді Алматы өңірі осы әулетке алып келіп көрсетіп жатады. Өзіміздің қазақтың азаматтары да отбасыларымен, балаларымен келіп бір-екі күн осында қонақ болып, міне осы иттерді дайындауды, тәрбиелеуді өсіп келе жатқан балаларыңызға көрсетіп, соларға айтып, жеткізіп, иттің қандай екенін, жеті қазынаның бірі екенін жеткізетін болсаңыздар, Исабековтер әулеті дайын. Келесіздер, осында боласыздар, мұражайын көресіздер, тазы иттердің бапталуын көресіздер, бірге аңшылыққа шығасыздар, табиғатқа шығасыздар. Тіпті мұнда бүркітті де көресіздер. Мен қазір Исабековтер әулетінде Сұлтан бауырымның тазыларды баптау туралы хабарымды аяқтадым. Өзім көптен бері сұрағым келіп жүрген, жауабын алғым келіп жүрген сұрақтарымның жауабын алдым. Өзімнің көңілім толды. Жеті қазынаның бірі болған міне керемет, бағасы жоқ, өте құнды тазы иттерін көріп тамаша болдым. Әрине есіме ұшар түсіп тұр. Амал жоқ. Ұшардай тазының күші кездесіп жатса, тағы да бір бағармын деген ойдамын. Сіздерге де сондай керемет, ғажап осындай тазы иттерін бағуды нәсіп етсін. Бізден бірге болыңыздар. Тұран ТВ телеарнасы қосулы болсын.